Сәлем қыздар, шапка шлемнің екінші бөлімінде шапкасын тоқимыз. Ол үшін мінеки 6 қатар мойнын тоқып алдық. Енді мына бастайтын жерімізден, жіпті бастап атқан жерімізден 5 оң тоқимыз. Қалғанын тура узор бойынша 2 оң, 2 теріс қылып резинка тоқимыз. Тек соңғы 5 жіпте оң қылып тоқимыз. Соңғы 4 жіп оң тоқимыз, 5-ші жіпті ғана теріс тоқимыз. Солай осы қатарды жалғастырамыз. Мінеки 5 оң тоқыдық, енді 2 оң, 2 теріс қылып тоқимыз қалғандарын. Мінеки соңғы 5 жібіміз қалды. Енді осы 5 жібіміздің 4-еуін оң қылып тоқимыз. Оң қылып тоқимыз. Тек соңғы жіпті ғана теріс тоқып отырамыз. Тоқымамызды айландырамыз. Енді ішкі жағын тоқимыз. Бірінші жібімізді шешіп аламыз. 4 теріс тоқимыз. 4 теріс тоқимыз. Қалғандарын 2 оң, 2 теріс қылып резинка қылып тоқимыз. Тек соңғы 5 жіпті теріс тоқимыз. Резинкасын тоқып болдық, 2 оң 2 теріс. Енді 5 теріс тоқимыз. Солай осы қатарымызды аяқтаймыз. Келесі қатарымызды қазір аударамыз. Мінеки аударып алдық. Енді бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. 4 оң қылып тоқимыз. Узор бойынша бәрін 2 оң 2 теріс қылып төрт оң тоқимыз. Соңғы жіпті ғана теріс тоқып отырамыз. Солай осы қатарымызды аяқтаймыз. Тоқымамызды айландырып аламыз. Енді оң қылып 7 жіп тоқимыз. Алты оң жіп тоқимыз, оң қылып. Тек соңғы 7-ші жібімізді теріс қылып тоқимыз. Солай тоқымамызды айландырамыз. Келесі қатарымызда бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. 6 жібімізді теріс қылып тоқимыз. Қалған узор бойынша 2 оң 2 теріс қылып тоқимыз. Соңғы 7 жіпке дейін жеткенше.
резинкамыз тоқып болдық. Енді 7 жібімізді теріс тоқимыз. 7 жібіміз теріс тоқып алдық. Енді айландырамызды 7 оң қылып тоқимыз. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. 6 жібімізді оң қылып тоқимыз. Спицимызда 7 жіп қалғанша 2 оң, 2 теріс қылып жалғастыра береміз. Алты жіпті оң қылып тоқимыз. Тек 7-ші соңғы жіпті теріс қылып тоқимыз. Тоқымамызды аударамыз. Енді бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. 8 жіпті оң қылып тоқимыз. 8 жіпті оң қылып тоқып алғаннан кейін 2 оң, 2 теріс қылып, соңғы 9 жіпті оң қылып тоқимыз. Сегіз жібімізді оң қылып тоқимыз. Соңғы 9-шы жіпті, 9-шы жіпті теріс қылып тоқимыз. Алды бұлай көрініп тұр. Енді тоқымамызды аударамызды. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. 8 теріс тоқимыз. Узор бойынша қалғандарын 2 оң, 2 теріс қылып резинка алып тоқимыз. Тек соңғы 9 жіпті теріс тоқимыз. Тоғыз жібімізді теріс қылып тоқимыз. Осымен осы қатарды аяқтаймыз. Келесі қатарымызды 8 оң қылып тоқимыз. Бірінші жібін шешіп аламыз да 8 оң қылып тоқимыз. Бірінші жібіміз шешіп аламыз тоқымай. 8 оң, қалғандар узор бойынша 2 оң, 2 теріс тоқимыз. Соңғы 9 жіп қалғанша. Сегіз жібімізді оң қылып тоқимыз. 9-шы жіпті теріс қылып тоқимыз. Осымен осы қатарды аяқтаймыз. Келесі қатарымызды аударамыз. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. Енді 10 жіпті оң қылып тоқимыз. Ары қарай 2 оң, 2 теріс қылып 11 жіп қалғанша тоқимыз.
Мінекей 11 жіп қалды. Енді осы 11 жібіміздің 10 жібін 10 қылып тоқимыз. Тек соңғы 11-ші жіпті теріс тоқимыз. Тоқымамызды аударамыз. Енді сол узор бойынша бірінші жібімізді шешіп аламыз. Тоқымай 10 жіпті теріс тоқимыз. Ары қарай узор бойынша 2 оң, 2 теріс тоқимыз. Соңында 11 жіп қалғанша. Не 11 жіп қалды. Енді 11 жібіміздің 10 жібін теріс, 11 жібін теріс тоқимыз. Солай осы қатарымызды аяқтаймыз. Мына қатарымыз тоқ болдық. Енді тоқымамызды аударамыз. Енді бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. Сол узор бойынша енді 10 жіпті 10 қылып тоқимыз. Қалғанын 2 оң, 2 теріс қылып резинка тоқимыз. Он жіпті 10 қылып тоқимыз. 11-ші жіпті теріс қылып тоқимыз. Солай осы қатарымызды аяқтаймыз. Келесі қатарымызда бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. Ары қарай 12 оң тоқимыз. Узор бойынша ары қарай 2 оң, 2 теріс резинка тоқимыз. Соңғы 13 жіп қалғанша. Міне спицемізде 13 жіп қалды. Енді 12 жібін 10 қылып тоқимыз. Тек соңғы жіпті теріс тоқимыз. Солай осы қатарды аяқтаймыз. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. 12 жіпті теріс тоқимыз. Ары қарай узор бойынша 2 оң, 2 теріс қылып резинкамызды жалғастыра береміз. Спицемізді 13 жіп қалғанша. Он үш жібіміз қалды. 13 жібімізді де теріс тоқимыз. Сонымен осы қатарды аяқтаймыз. Келесі қатарымыздың бірінші жібін тоқымай шешіп аламыз.
12 жібімізді 10 қылып тоқимыз. Ары қарай резинка тоқимыз узор бойынша. Соңғы 13 жіп қалғанша. Он екі жібімізді 10 қылып тоқимыз. Тек соңғы жіпті теріс тоқимыз. Бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. 14, 10 қылып тоқимыз. Ары қарай узор бойынша 2 оң, 2 теріс резинка тоқимыз. Соңғы 15 жіп қалғанша. Он төрт жіпті 10 қылып тоқимыз. Соңғы 15 жіпті теріс тоқимыз. Солай осы қатарда аяқтаймыз. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. 14 теріс тоқимыз. Ары қарай узор бойынша 2 оң, 2 теріс тоқимыз. Соңғы 15 жіп қалғанша. Он бес жіпті теріс тоқимыз. Солай осы қатарда аяқтаймыз. Бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. 14 оң жіп тоқимыз. Ары қарай 2 оң, 2 теріс резинкамызды тоқимыз. 15 жіп қалғанша. Он төрт жіпті оң тоқимыз, соңғы 15 жіпті теріс тоқимыз. Мінекей шапкамыздың жоғары жағына жеттік. Центрда 2 жіп қалғанша тоқимыз. Енді тоқымамызды бір қатар оң қылып тоқып шығамыз барлығын.
Содан кейін шапканың жоғары жағын жаба бастаймыз. Енді мына жоғары жағын екіге бөліп аламыз. Міне былай. Бір спицамызға екіге бөліп аламыз, бір спица. Енді осыны инемен жабамыз. Ол үшін бізге 30-40 сантиметрдей жіп қалдырып, инеге кіргізіп алуымыз керек сабақтап. Бұлай жабудың түрін трикотажный шов деп атайды. Сонда инемен жапқанда үстінде оң болып тұрады, тігісі көрінбей қалады. Неге видеодағыдай тура осылай жабамыз.
Мінекей трикотажный шовымызды осылай аяқтаймыз. Мына аяғына дейін өйстіп жабамыз да, артық жіптеріміздің бәрін тығып кесеміз. Енді мына шнур өткізетін жерін тоқимыз. Ол үшін мына артық жіптерді кесіп тастамаймыз, өйткені бәрін қазір тығамыз. Мына жібімізді алып аламыз да, мына центрдегі екі оңның біреуінен жіп өткізіп аламыз. Мінекей былай. Бір жібімізді өткізіп аламыз, екінші жібімізді іліп аламыз. Накид жасап отырамыз екінші жіптен. Мінекей тағы да көрсетем. Бұлай іліп алдық. Екіншісін накид жасаймыз. Іліп аламыз. Накид жасаймыз. Солай соңына дейін жасаймыз. Мінекей бірінші қатарымыз тоқып алдық. Соңғы жібімізді накидпен аяқтаймыз бірінші қатарымызды. Мінекей бірінші жібімізде оңды тоқимыз. Мінекей жібімізді тартып қоямыз қазір. Шығып кетпес үшін. Бірінші жіпті оң қылып тоқимыз. Екінші жіп теріс, оны бұлай тоқымай алдынан жіп өткізіп, екінші оңды тоқимыз. Солай терісті тоқымаймыз, оңды тоқимыз. Осы екінші қатарымызды солай тоқимыз. Мінекей екінші қатарымыз тоқып болдық. Теріспен аяқтадық. Тоқымай. Енді үшінші қатарымызда оңды тоқымаймыз. Бұлай өткізіп жібереміз. Енді терісті ғана тоқимыз. Үшінші қатарымыздың бәрін солай оңды тоқымаймыз, терісті ғана тоқимыз. Солай 6 қатар болғанша кезек-кезекпен тоқимыз. Бір қатар оңды тоқимыз, бір қатар оңды тоқымаймыз. Солай 6 қатар толығымен тоқимыз. Алты қатарымыз тоқып алдық, енді жабамыз. Видеодағы көрсеткендей алдындағыдай трикотажный шов қылып жабамыз.
шнур өткізетін жеріміз жауып алдық. Енді мына тесіктен шнурды кіргіземіз. Шнурды қалай тоқу керек екен мен каналымда сабағы бар, сол жерден көрсеңіздер болады.
осымен шапка шлеміміз дайын болды. Сабағымыз қызық болып жатса, лайк қойып подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетсеңіздер болады.